Сонымен құрметті достар, бұл бір кесеше подкасты. Мен Торғынмын. Бүгін бізде қонақта Қанатбек келді. Сол Қанатбек бізде Сеулдегі Сэджон университетінде білім алып жатқан студент. Өзіңді ары қарай таныстырып өтсең. Бәріңе сәлем. Менің есімім Қанатбек. Торғын айтқандай, Сеул қаласында білім алып жатырмын. Торғын секілді Қазақстанның батыс өңірінен боламын. Сонымен көңіл-күй қалай? Қуаныштымын, емтихандар бітті. Бір жағынан да шаршап тұрмын. Соңғы 2-3 күн бойы 3-4 сағаттан ұйықтаған шығармын, не бар болғаны. Бакалаврда емтихан тапсыру оңай емес. Магистратурада сәл жеңілірек деп айтуға болады секілді. Менде де бүгін соңғы емтихан болды. Сонымен семестр бітті, 2-ші семестр. Уақыт өте тез өтті кәдімгідей. Көзді аштық, жұмдық, семестр бітті. Осы семестрге қандай баға бересің? Бұйырса бағалар шықсын. Сосын көреміз. Қазір нақты айта алмаймын. Жоқ, енді былай сезінулерім бойынша, мысалы, мына семестрде оқу жеңілірек болды деген сияқты. Бағаларды ойламай. Қиын болды. Қиын болды. Иә, қиын болды. Неге? Білмеймін, алған сабақтар қиын болды ма? Кішкене профессорлер теңтекте болды ма? Драмалар көп болды сабақтың үстінде. Иә. Қанша сабақ аласыңдар сендер бакалаврда? Максимум 8-ге дейін. Бізде максимум 5. Максимум 5. Бірақ оның өзі қиын. Өйткені оқитын нәрсенің ауқымы өте көп. Бізде документарлық мамандық болғандықтан бізде мысалы бір аптада бір кітапты оқуға беру мүмкін, немесе сол оқыған кітабыңды оған summary жасасын. Мысалы, сондай болған алдыңғы семестрда. Ал осы жолы бір уақытта бірнеше артиклдарды оқуға береді, мақалаларды. Солай өтті. Бірақ шынымды айтсам, менде сабақтан тыс істейтін нәрселер көп болғандықтан, оның бәрін алып жүру өте оңай емес. Бәрібір бір жерде бір нәрсенің сапасы нашар болады. Сол себепті сол жағынан кішкене қиын болған сияқты маған, бірақ алдыңғы семестрге қарағанда осы семестр маған бір жеңілдеу өтті. Ұнады. Бағаны білмеймін әлі, бірақ иә. Сонымен сен бұған дейін осы Араб Әмірліктерінде білім алғанды айтқан болатынсың. Сол туралы көбірек айтсаң. Өйткені маған қызықты, неге Араб Әмірліктерін Дубайды таңдадың деген сияқты. Өйткені көп жағдайда балалар мектеп бітіргеннен кейін ақш немесе Азияның бір елдерін таңдайды, Европа елдерін таңдайды. Бірақ сен Дубайға бардың. Соны ашып айтсаң кішкене. Жалпы менің уақытымда деймін ба? Біздің мектепте сол 11-12 сынып оқып жүрген кезде нешті көпшілігі сол жаңа Мажарстан, Венгрияға, Турцияға тапсырып жүрді. Америкаға тапсыратындар, олар енді грант алу өте қиын ғой Америкаға. Олар былай айтқанда грантсыз оқуға да дайын болды да, көбісі Америкаға түсемін дейтіндер. Ал менің былай айтқанда алдымдағы тұрған мақсатым бұл тегін оқу болды. Сол себепті былай айтқанда таңдауым да шектеулі болды да. Және сол кезде Абу-Дабидегі Нью-Йоркский университет қатты былай айтқанда популярность жинап жатты сол кезде. Сол кезде мен Нью-Йоркскийға тапсыруды кішкене қиын көрдім өзім. Ондай конкуренцияға кіріп кететіндей ондай жетістіктерім болған жоқ. Сол себепті сол Дубайда, Абу-Дабидегі бір соған ұқсас, деңгейі жақсы, аккредитациясы бар, халықаралық деңгейдегі университеттер іздедім. Сол бір 3-4-еуіне тапсырдым. Шүкір, бәріне қабылдады. Сол үшін бардым. Бір жағынан да, қауіпсіздік жағынан да Дубай, Араб Әмірлігі өте айтқанда бірінші орындағы мемлекеттердің бірі. Сеулмен салыстырып көрдің бе? Иә, Сеулдан гөрі Дубай қауіпсіз деп сияқты. Иә, қызық екен. Неге екен, иә? Неге дегенде, Дубай енді заңдары қатал. Бірдеңе ұрласаң, болды, шаруаң бітті деген сияқты. Және Дубайға баратын адамдарда
немесе бір білімді, немесе бір жаңағы кәсіп бастағысы келетін жағдайлар бар, бай адамдар бір өрлермен шаруашылықта бүйтіп. Иә. Ал Сеулда, Кореяда әртүрлі адамдар жинала береді. Мхм. Мысалы, сен Сеулде де тұрып жатқаныңа біраз жыл болып қалды. Және қателеспесем, Дубайда сен қанша жыл тұрдың? 2 жылдай, 1,5-2 жылдай 2 тұрдым. жылдай деп айтқансың. Мысалы, оған қоса сен ауысыммен Жапонияға да барып келдің, иә? Иә. Сол 3 елді салыстырған кезде саған қай ел көбірек ұнады? Мысалы, білім беру сапасы жағынан да, өйткені сен 3 елде де білім алып көрдің. Енді Жапонияда бір семестр болса да, дегенмен де сен ол жердің системасымен таныстың. Сол қалай болды саған? Қай ел көбірек ұнады? Маған сол қызық болып тұр. Оларды да андай критерияларға бөлуге болады. Қауіпсіздік жағынан, тыныштық жағынан, тазалық жағынан Дубайды бірінші орынға қояр едім. Жалпы Дубайға андай оқуға емес, қыдырып баруға кеңес берер едім. Немесе бір жұмыста болса, сол Дубайда жұмыс жасау жақсы, былай айтқанда опшндардың бірі секілді өзіме. Айлықтары да жақсы, қауіпсіздік жағынан да жақсы, транспорттары да қолжетімді бәрі. Бірақ оқу жағынан, былай айтқанда, қалтадан асып тасып бара жатқан ақшаң болмаса, қиын сияқты Дубайда оқу. Себебі мен сондай қиыншылықпен кездестім да Дубайда. Танысқан балдар, былай айтқанда, жағдайлары жақсы болды. Біраз жақсы. Жаңағы біріме тойласа, яхтына жалдап, кезінде Джах Кариб шақырдық деп айтады маған. Ал білім жағынан, білім сапасымен оның бағасын жаңағы гранттарды салыстыратын болсақ, Шығыс Азия мемлекеттері жақсы деп ойлаймын. Ол үшін Корея мен Жапонияны бірінші орынға қояр едім. Ол үшін. Егер жекелей Жапония мен Кореяны салыстыратын болсам, маған шынымды айтсам, Жапония қаттырақ ұнады деп айта аламын. Тазалық жағынан, бір не дегенмен оңтүстік Кореяда тұрып көрген болсаңыз, бір жағымсыз иіс болады далада. Иә, ол шынымен де есімде, ұшақтан түскен кезде мен қатты андай сезімталмын. Сол кезде бірден түскен кезде мұрныма бір иіс келді. Сол айтады ғой, әр елдің өзінің иісі бар. Қазақстанға келген кезде ол иіс мүлдем басқа. Ал Кореяда шынымен де, әсіресе жанымау уақыттарында, жауын жауатын уақыттарда, әсіресе ыстық уақытта келсең, сол уақытта ол иістің несі қатты сезілетін сияқты. Иә. Сол жалпы салт дәстүр жағынан да, тарих жағынан да Жапония қаттырақ ұнады деуге болады. Тағамдары да оның оны деп айта аламын. Шынымен де, мысалы, Кореяны қарасақ, Сеулде жапон асханалары өте көп. Көбінесе енді ол асханалар корейліктердің талғамына сәйкестен жасалған да. Бірақ енді шынымен де жапондық, нағыз жапондық тамақ деген, мысалы, кейбір жерде сатылады, ол көп сатылады, иә. Сол кезде байқаған кезде біздің кішкене қазақтардың тамағына ұқсас сияқты, өйткені қатты дәмдеуіштер көп қоспайды да, қоспасыз сияқты андай. Маған сол қатты ұнайды. Мәселен, бізде университеттің қасында чикен кацудон жеуге болатын жер бар. Өте дәмді, кәдімгідей біздің күрішпен ет сияқты. Өте дәмді. Андай үйге, мысалы, бізде батыста күрішті қатты қуырып пісірмейді да, суға бұқтырып пісіреді бізде. Сондай күрішті сағынасың ғой, сол кезде барып жеуге болады. Соны жегеннен кейін мен түсіндім, жапон тағамдарында қатты көп дәмдеуіш жоқ. Оған қоса қатты андай, қалай айтсам болады, андай пісіп кетпеген да, қалай айтсам болады, құнары бар тағамдар. Мысалы, қатты андай Корей тағамдарында дәмдеуіш өте көп, және оны жегеннен кейін дәмі ұзаққа дейін тұрады. Сен тісіңді 10 рет жуасың, бәрібір ол дәм ұзаққа дейін тұрады. Сондай, және қатты шөлдетеді сол тағамдары. Корей тағамдары. Сондай нені байқағаным. Тағы бір айтып кетейін. Қате түсінбеңіздер, маған Корея қатты ұнайды.
тарихы, салт дәстүрі бәрі күшті, өте бай мемлекет деп айтуға болады. Әсіресе осы семестрде Кореяның тарихы деген сабақ пәнді алдым. Өте қызығып оқыдым. Шын Joseon Dynasty Шозағаттан бастап бүкіл хандарын оқып шықтық. Бірақ мысалға Кореяда жүріп Сеулда қыдырсаңыз, бір Сеулдан бір ерекше бір айырмашылығы бар қала, бір Пусан болмаса, қалғандары бірдей сияқты менің көзіме. Мындай қалай айтсам болады, бәрі однотипный деймін ба. Иә, бір типті. Мен мысалы Кванжу, сосын Каннын, Пхенчхан қалаларында болдым. Иә, шағын қалалар, әсіресе Кванжу тарихи маңызы бар қала. Өйткені 80-ші жылдардағы көтеріліс болды 80-ші жылдары сол жерде. Қарасаң, шынымен де бәрі бір 80-ші жылдарда қалып қойған қалалардың түрі сияқты. Андай ғимараттары бір-бірімен ұқсас, қатты биік емес, оған қоса адамдары да қарапайым Сеулге қарағанда. Сондай болып көрінді. Расымен де, иә, бәлкім Сеул ғана басқаша болып көрінетін шығар олардың қасында. Контраст. Тарихты оқыдым деп айттың ғой, иә? Қалай болды саған, қай дәуір көбірек ұнады мысалы? Қай дәуір көбірек ұнады дегенде барлығы қызық болды. Кім еді аты? Ким Юшин бе? Жапондықтармен өзінің 13 кемесімен оларға қарсы шыққан, оларда 400 кеме болады, қателеспесем. Ол өзінің 13 кемесімен қарсы соғысады, және сол соғыста жеңіске жетеді. Сол былай айтқанда very impressive болды. Жапон оккупациясынан бұрынғы дәуірде ғой, иә? Ким Юшин, Joseon Dynasty. Joseon Dynasty. Иә. Содан кейін жапондықтар қол жеткізеді сияқты, қателеспесем. 1910 жылы Жапония оны өзіне отар қылып алады, Кореяны. Бізде мысалы, біз Joseon дәуірін оларды оқыған жоқпыз. Бізде тек қана нені өттік? Заманауи бар ғой. Тәуелсіздік алғаннан бастап, 45-тен бастап. Иә, содан бастап осы уақытқа дейін өттік. Чебольдарға қатысты мысалы мақалаларды оқыдық. Оған қоса, ал мына неде Korean Aesthetics деген сабақта, ол жерде біз Joseon, бірлескен Шилла, содан кейін үш патшалық, сол кезеңдердегі суретшілерді оқыдық. Өте қызық болды, маған да қатты ұнады. Әсіресе оларда не бар? Сурет, кәдімгі landscape paintings деген бар. Ол жерде мысалы Сансу Хуа деп аталады, тау мен өзендердің суреттері деген. Өте қызық, сол суреттер арқылы сурет салған суретшілердің көңіл күйлерін, олардың не сезінгендігін, сол кездегі тарихи бэкграундтың қандай болғандығын білесіз. Оған қоса нені өттік, буддизмге қатысты олардың мүсіндерін, Будданың мүсіндерін, сосын бодхисаттвалардың мүсіндерін өттік. Сол кезде де сол неден жасалған материалына сәйкес тарихта ол дәуір, ол уақыт қандай болғанын білуге болады. Сондай өте қызық болды сондай сабақтар. Жаңағы Шиланың Korean Peninsula United болады, кешірім сұраймын, сабақ бірлестіреді. Жалпы сол final presentation ретінде бізде емтихан болған жоқ, бізде презентация болды. Өзің мемлекетіндегі бір салт дәстүр болсын, бір кейіпкер болсын, тарихи тұлға болсын, солардың біреуін алып, Кореяның салт дәстүрімен немесе тұлғасымен салыстыру керек болған. Профессордың өзі бірнеше былай айтқанда опшнстарды берді. Салт дәстүр таңдағым келген жоқ. Сыныпта көп өзбек әкелеріміз болды. Ұқсас болғандықтан енді орталық Азия. Білдім да, андай Навроз туралы айтатындар. Ондай қызық емес болады сияқты. Ал атақты адамдарды, тұлғаларды алу дейтін тақырып кішкене қызықтау болды. Бірақ бір жағынан да ер адамдарды алсам қатты қызық емес сияқты. Себебі сыныпта басқа адамдар король Сежонг алатын білдім, қайтып қайталанады деп ойладым. Сол себепті кішкене қайталанбау үшін Орта Азиядан және біздің Қазақстаннан, нақтылай айтқанда, Томирис алдым, және Кореядан Шиланың
ең алғашқы бірінші ханшайымын алдым. Сондық па? Сондық. Сол екеуін салыстырдым. Өте қызық болды, шынымды айтсам, үйренген кезде. Сондок дейтін жаңағы шилада жалпы 3 ханшайым болады. Сондок соның біріншісі болады. Былай айтқанда, кейін шиланың болашағына ең үлкен рөл ойнаған тұлғалардың бірі деп айтуға болады да. Сондықтан ең алғаш соны бастап берген. Жаңағы буддизмді шилада, сол буддизмді былай айтқанда популяризировать еткен сол сондок болды. Және қателеспесем, сол дәуірдегі Азиядағы ең былай айтқанда биік ғимарат салған сол сондок болды. Ең үлкен ұзын пагоданы. Ол қазіргі Улсанға жақын бір қала жақта орналасқан. Дәуірдің былай айтқанда сөзімен айтқанда 9 қабаттай тұратын ұзын ғимарат салған. Бірақ оны кімдер бұзып тастады деп ойлайсыңдар? Солтүстік кореялықтар? Жоқ. 13-ші ғасырда бұзылды. Соның өздері, иә? Жоқ. Моңғол империясы. Моңғол. Иә. Біздер өткенбіз, айтады ғой, моңғолдарды варварлар деп айтады. Сол қытайлықтар ма? Кәдімгі, өйткені империя бар ғой, моңғол несінен, тайпасынан шыққан басшы болды. Барбарик деп айтады оларды. Сол билікке келгеннен кейін қықты ма, әлде кәдімгі моңғолдар деп тұрсың ба? Кәдімгі моңғолдарда. Окей. Жаңағы 13-ші ғасырда моңғол империясы тарап бастайды ғой. Оңтүстік Кореяны жалпы қателеспесем 6 попытка болады. 6-шысында ғана Кореяны басып алады. Сол кезде жаңағы погоданы өртеп кетеді толықтай. Сонымен қатар жаңағы Ислами Golden Age-дағы Бағдадтағы ең үлкен кітапхананы қайтадан сол моңғолдарға барып бәрін талқан шығарып кетеді. Отырардағы кітапхананы да құртады деп айтады ғой. Бізде мысалы Қазақстанда үлкен дау дегенде адамдардың арасында келіспеушіліктер көп. Біреулер Шыңғысханды қазақ дейді, біреулер Шыңғысхан жоқ моңғол дейді. Оған қоса мысалы Мұхтар Мағауин мен Мұхтар Шахановтың арасында, екеуінің арасында биф бар сондай. Шаханов ол Шыңғысхан ол күйретуші, ол озбыр адам деп айтады да, ал Мұхтар Мағауин ол кісіні керісінше ұлы жаңа билеуші деп айтады. Жалпы екі жақты да қарастырсаң, сөздерінің жандары бар. Варвар деп те айтуға да болады моңғол империясын. Не дегенмен, былай айтқанда, ол кездегі цивилизация болып жатқан керемет мемлекеттердің бәрін талқан шығарып кетті. Ғалым бүкіл жаңағы ұстаздардың бәрін жандарын алып, жерлерін басып алған мысалға. Бірақ егер әскери жағынан қарайтын болсаң, моңғол империясының күші біраз мықты болды. Тіпті жаңағы мысалы Европаға дейін жетіп, онда да оқыдым жаңағы әлем тарихын сабағында. Сол моңғол империясынан кейін европалық мемлекеттерде inferior стейтқа кіріп кетті дейді. Яғни өздерінің күштеріне өздері сенімді болған жоқ біраз уақытқа дейін. Сол үшін сол моңғол империясынан кейін оларда біраз нығайта бастайды күштер өсіріп. Сол бір жағынан да керемет тұлға болды деп айтуға болады, ұлы тұлға болды Шыңғысхан. Оның орны бар, әсіресе моңғол патшайымдарына қатысты кітап бар. Сол кітапта да көп жағдайда Шыңғысхан ол өзінің ұлдарын тек соғысуға жіберсе, ал қыздарын дипломат есебінде қолданған. Мысалы, негізі былай империяның ұлғаюына қыздары қатты әсер еткен екен. Сол туралы кітап бар. Мен ары қарай оның сілтемесін тастап кетемін. Өте қызық кітап, оқысаңыздар. Ішінде қалай олар жаңағыдай Гоби шөлі бар ғой, содан өтіп, солай әскерін апарып, қалай кеңейткен, қалай дипломатиялық жұмыстарды жасаған, сол туралы айтады. Өте қызық. Әсіресе тек қана моңғол империясын айтқан кезде біз ол Шыңғысханның ұлдарын ғана еске түсіреміз, бірақ олай емес. Оның қыздары, оның әйелдері де үлкен рөл атқарған екен. Сол өте қызық болды сол кітапты оқыған кезде. Көп жағдайда, мысалы, моңғол империясынан кейін осы орталық Азияда бір күшті бір күш алған мықты билеуші ретінде кімді айта аласың мысалы? Мен Әмір Темір сияқты деп ойлаймын, бір
Шыңғысханнан кейінгі. Шыңғысханнан кейін бе? Иә, Жалпы, иә, айтуға болады деп ойлаймын. Әмір Темір Әмір Темір. сияқты. Бірақ Әмір Темірдің ерекшелігі ол қаншалықты не істесе де жаулап құртса да ол өркениеттің несіне, белгілеріне тиіспеген дейді мысалы. Қызық екен, иә, неге олай істеді екен, соны ары зерттеп көруге болады сияқты. Мен шынымды айтсам, сол жалпы тағы бір қызықты ақпарат. Негізі көп адамның былай айтқанда дұрыс түсінбейтіні, оларға менің профессорлерімде де жатады деп ойлаймын. Себебі бір сұрақ қойды маған. Жаңағы Кореяның тарихындағы профессор. Кішкене ашуыма да тиіп кетті болады. Біздің ең бірінші империямызды, түріктердің ең бірінші империясын айттым. 552 жылы құрылған Көктүрік империясы. Сол моңғолдарға қарағанда бірінші жаңағы мемлекетті құрған сол түріктер болды деп айтып едім профессорға. Ол дұрыс түсінбей, бірақ сендер моңғолдардан бұрын тек қана шашырап жүрген тайпалар болған жоқсыңдар ма деді. Сендердің бастарына қосқан сол моңғолдар болып Шыңғысхан болды ғой деді. Ол кезде андай намыстан кетті деймін ба. Иә, негізі бізде де түркілерге қатысты бізде білім әлі де аздау сияқты деп ойлаймын. Оған қоса мысалы бізде түркологияны оқыдық, бірақ оны тек түркі тілдеріне қатысты ғана енді сондай бағытта оқығандықтан тарих жағынан мен ол түркілерге қатысты қатты білімім терең деп айта алмаймын. Оған қоса егер біздің оқыған оқулықтарды қарап салыстыратын болсақ, ол жерде түсініксіз да, мысалы түрік қағанаты құрылды, содан кейін ол құлады, басқа не қағанаттар құрылып сөйтіп әртүрлі уақытта бір-бірін алмастырған сияқты болады да тарихты оқыған кезде, бірақ олай емес екен. Бәрі бір уақытта бір негізі общий план дейді ғой, соны қараған кезде өте түсініксіз да, мысалы біздің оқулықтар. Соның кесірінен менің ойымша бізде түркілерге қатысты бізде дұрыс білім жоқ сияқты, аздау сияқты деп ойлаймын. Бәлкім бұл профессордың айтқан сөзінде жаны бар шығар, біз шашырап жүрген тайпа болған да шығармыз бәлкім. Өйткені ол Қараханды ғой, өлтіретін отырардың несі. Оған 500 адамды немен жібереді, елші ретінде жібереді. Сосын ол адамдарды қырып тастайды да, бір адамды ғана қайтарады, Қарахан. Сөйтіп Шыңғысханның ашуына тиеді. Сосын Шыңғысханның баласы жаңа отырарға келген кезде 6 ай бойы ол жерді ала алмайды. Содан баласына кішкене көңілі қалғандай бола ма, сонда жошау деймін. Содан ол жерде іштегі адам өзі ес тасып жібереді. Солай көмектесіп жібереді жаңа жауға, сөйтіп олар кіреді отырарға. Олар отырарға келіп тұрған суды жібермей тастайды. Сөйтіп 6 ай бойы тұрған отырарды алады. Содан жаңағы отырар өрт құшты деп айтады. Солай. Негізі Түркістанда, егер Түркістанға барсаңыздар, ол жақта отырардың қалдығы бар, отырардың орны бар. Сол жерде әлі де археологиялық қазба жұмыстары жүріп жатыр. Баруға болады, қарауға болады, өте қызық. Оған қоса тур жасайтын компания бар. Өте қызық жасайды турды. Оған қоса, мысалы, Қожа Ахмет Яссауидағы не бар ғой. Қожа Ахмет Яссауида кезінде әр жұма сайын хәлім ботқасын беріп тұрған, әлім ботқасын. Ол жерде бірнеше пұт ет қосады, түрлі дақылдарды қосады да, және неше етті өте ұзақ қайнатады. Анау кәдімгідей ет бұламық болады ғой, бұламық. Кашаны негізі бұламық деп айтады ғой. Сол бұламық болғанша дейін пісіреді де, соны тегін таратады екен жұма күні келген адамдарға. Бұрындары енді тайқазанға салып сөйтіп пісірген дейді ғой, етті бұқтырып кәдімгідей. Өте қызық. Ол сол нені Қожа Ахмет Яссауи қай жылдары өмір сүрді? Орта ғасырда дейік, орта ғасырда өмір сүрген. Мен нақты сандары есімде жоқ қазір. Солай, сол орта ғасырлық рецепті Айко Төкен дейтін ғалым кісі өзі соны қайтадан жаңғыртқан. Қазір мысалы сандықта жеуге болады ботқаны, немесе Түркістанға барған кезде, зиярат етуге барған кезде жеуге болады. Өте қызық. Сандық деген? Сандық деген ресторан. Тары, сандық бәрі бір франшиза ғой. Этнос стилдегі кофехана деп айтуға болады, дәмхана деуге болады. Солай, тары ол алдыңғы неде айтқанбыз подкастта да. Чикагода бар, жақында Лондонда ашылмақ екен, Ташкентте бар,
Мәскеуде бар және Қазақстандағы қалаларда бар. Өте барып көр барған кезде. Бұйырса. Астанаға не Алматыға жол түссе. Хорошо. Ақтауда бар жоғын білмедім. Шила кезіндегі нелер қатты ұнайды. Будданың мүсіндері қатты ұнайды. Мынау Кёнжуда орналасқан Соккурам Гротто деген Шила дәуірінде салынған осындай храм. Және ол сен үңгірге түсесің ба сондай кішкене. Өте әдемі. Осылай earth touching мудра деп аталады. Мудра деген ол қалай белгі, ишарасы, белгісі. Будда осылай бүйтіп қолын жерге тигізген сияқты болып отырады. Соны жерге тиген қол мудрасы деп аталады. Өте қызық. Сондай сабақ кезінде бәрін өттік та. Буддизмда мысалы мен оқыған кезде Будданың мүсіндеріне қараған кезде өзімді қатты андай тыныштықты сездім. Сосын Будданың андай жымиып тұрған мүсініне қарасам, маған сопылар есіме түсті. Не екенін білмеймін. Қандай? Сопы. Суфи. Сопылар есіме түсті. Сол қызық болды, екеуінің андай бір ұқсастығы бар сияқты. Өйткені Будда да айтады, мені жердегі қызықтар мені қызықтырмайды. Яғни ол одан бас тартқан. Будда негізі ол ханзада болған және өте дәулетті отбасыда өмір сүрген да. Сосын бір 18-ге ма толған кезде ол бәрін тастап кетіп қалады. Ол тіпті үйленген, жаңа жас босанған әйелі де болған. Бірақ бәрін сарайда қалып, осындай жолмен кетіп қалған. Сөйтіп Үндістанда қалыптасқан. Сөйтіп ол ненің арқасында буддизм негізі бар ғой. Мен алдыңғы неде подкастта нені айтқан болатынмын. Silk Road деген жібек жолына қатысты кітапта. Сол кезде Александр Македонский осы жаққа бүйтіп келеді ғой, шабуыл жасап жүрген кезде, сосын жаңағы Үндістандағы адамдармен интеракшн болады. Сол кезде адамдар көре бастайды. Мысалы, ол өзінің мүсіндерін салады. Үлкен қылып өзінің қаланы жаулап алған қаланы өзінің атына ауыстырады да, атын қояды. Үлкен мүсіндерін қойып қояды, Александрия деп та, мысалы Александр мүсіні деп. И сол нәрсені көрген Будда дінін ұстанушылар, буддизм дінін ұстанушылар, олар да соны өздеріне игеріп алған ғой. Олар да сөйтіп Будданың мүсіндерін үлкен етіп, сөйтіп сала бастаған. Өте қызық та. Сосын содан жаңағыдай орталық Азияға жібек жолы арқылы бізге буддизм келген. Бірақ бүгін маған мұғалімім жазып жатыр, Қарағанды облысында да Будда храмдарының қалдықтар қалған деседі. Біз тарихтан оқыған кезде оңтүстікте де бір қалдықтар табылған деген деп айтылды. Бірақ менің ойымша бізде исламизация өте қатты жүрді ол кезде. Оңтүстік территориясында, оңтүстік Қазақстанда. Сол себепті қалдықтары да қатты қалмаған да шығар деп ойлаймын. Ал Қарағандыда енді бәлкім қалмақ жоңғарлар салып кетті ме екен деген ой келеді. Өйткені жоңғарлар олар буддизм ұстанады ғой. Сондай қызық теориялар түсті. Сөйтіп өзі соло подкаст жазып отқан сияқты кетті. Андай бір Қазақстанға зерттеушілер жетіспейді сияқты, дұрыс. Зерттеушілер бар. Көп адамдар білмейді. Өйткені олар қатты медиаға танымал емес. Тіпті болса да оларға жазылған адамдар өте аз. Сондай. Бірақ аздау шынымен, бірақ бар. Популяризировать ету керек онда. Бізде деген, мысалы, маған ұнамайтын нәрсе, ол біздегі басқа қажетсіз құндылықтардың алға тартылуы. Мәселен, шамадан тыс тұтынуға бағытталған бір сондай бір трендтер жүріп жатқан сияқты, мысалы. Кореяның өзінде де сондай ғой, мысалы, әрбір блогер болсын, көбі жаңағы киімге қатысты, бояну, косметикаға қатысты жүргізеді. Бірақ осындай білімге қатысты, жаңағыдай ғылымға қатысты нелерді, мысалы, блогерлар олар қатты танымал емес, тарихқа қатысты мысалы. Бізде сол нәрсені алға қою керек, жаңағыдай Харвардта оқуды, мысалы, Стэнфордта оқуды, немесе жай ғана мысалы күшті мұғалімдер бар бізде, мысалы, ол кісілердің блогтарын қарайтын адамның саны аз. Сол нәрсені алға қойып, пропаганда жасау керек па дегенде ой келеді. Дәм болсын заттарды істейтін адамдар, айтқанда бүкіл адамдардың назарын алып отыр да. Нешінеке білім, мақал сөз есіме түсіп кетті. Атың шықпаса жер өрте дейді. Қайдағы жоқ заттар істеп адамдар
медиада қатты былай айтқанда иә феймс дей ма? иә танымал, өйткені ол тұтынып жатқан адамдардың өздері де менің ойымша оларда бәлкім тұтынған кезде електен өткізбей тұтына береді, яғни қатысыма сұраныс болып тұр. Сол бәлкім аудиторияның өзіне де кішкене білімін толықтыру қажет шығар деп ойлаймын. Оқыған сайын, білім алған сайын, менің ойымша сыни ойлауыңды қосасың да, ол нәрселер сені қызықтырмауы да мүмкін, яғни одан да маңызды нәрселер алға шығады деген сияқты ой келеді. Қайта оралайық өзіміздің тақырыбымызға. Сен мысалы неде Жапонияда, Кореяда және Дубайда тұрдың, Араб Әмірліктерінде. Енді мысалы әр елді бір сөзбен, екі сөзбен сипаттай аласың ба? Араб Әмірлігін бай, таза, діни жер деп айтуға болады, сипаттауға болады. Кореяны бірінші орында таулар есіме түседі. Таулар, кей-поп және клубтар. Нешін екенін өзім клубқа бармасам да сол. Honda Boy дейсің да. Жапонияда Фуджи, Хоккайдо және тарихи деуге болады. Маған мысалы Сеулді пластик, сосын тым жарық деп сипаттар еді. Неге пластик? Өйткені жоқ, пластик өте көп. Мысалы Сеулде мен алдыңғы осы 2 жыл бұрын ба неге барғам, көрмеге барған болатын, Фуджидің бастамасымен. Сондай неден Германиядан, ақш-тан фотографтар келді. Олар тәуелсіз фотографтар, сол экологияға қатысты, сосын әлеуметтік белсенділер, солардың әлемде болып жатқан нәрсенің бәрін көрсетеді, ашып көрсетеді, яғни тәуелсіз фотографтар көрме жасайды. Сол кезде мен солардың лекциясына қатысқан болатын, кездесу болды. Сонда Сеулде пластик өте көп екендігін айтты да. Кореяда мысалы пластикті тым көп қолданады. Сол себепті пластик деп сипаттап жатырмын. Пластик өте жарық, тым жарық қала деп айтуға болатын сияқты. Сондай. Мен ұмытпай тұрғанда айтып кетейін. Жалпы аяқталмай қалған сөзім. Жаңа айтып едім ғой, Кореядағы қалаларды салыстырсаңыз, сол Сеулдан басқа бір көзге ерекше түсетін сол Пусан болмаса, қалған қалалар қатты бір-біріне ұқсас деп айтып едім. Жалпы бір күні Жапонияға барам дейтін жандар болса, менің өзімнің беретін кеңесім, уақытыңыз болса Токио, Киото, Осакадан басқа қалаларға барып көруіңізге кеңес беремін. Себебі басқа қалаларда архитектура, адамдары қатты өзгереді. Хоккайдоның өзіне барсаңыз, ауа райы өте салқын. Мысалға жазда Токиода, Киотода 36-35 болып жатса, Хоккайдода бір 22-25-тің қасында болады. Өте салқын, бірақ жазда жақсы жер өткізуге. Мысалға Осакада адамдар өте андай ойнайтын адамдар. Жаңағы бір әзіл айтсаң, әзілді көтереді, саған керісінше айтады. Былай айтқанда экстраверттердің жүрген жері деп айтуға болады. Токиода интернешнл болған соң кішкене туристерге де көзқарасы қатылауы мүмкін, жақтырамауы мүмкін, туристерден шаршадық деген сияқты. Сондай секілді басқа қалаларға да барып көрсеңіз, мысалы Хирошиманың өзіне барып көрудің өзі өте қызық тәжірибе болды мен үшін. Өздерінің бір атақты тағамдар бар Хирошимада. Якиникуме кезінде жаңағы 1945 жылы атомный бомбасы Хирошима қаласына түскен кезде америкалық солдаттар кешірім ретінде, бірлік ретінде жапондықтарға гүл сыйлайды. Ал ол кезде жапондықтарға былай айтқанда гүл емес, тағам керек болған. Окономияки, дұрыс. Хирошимадағы өте былай айтқанда фирменный тамағы. Сол кезінде Америка құрама штатының әскерлері гүл сыйлаған кезде жапондықтар соны алып қуырып, содан тағам істеген болатын. Сол кейін уақыт өте келе, олар өздері сондай окономиякені ерекшелеп, Хирошиманың тағамы деп өздеріне былай айтқанда алып алды деуге болады. Америкалықтарға қатысты тағы бір сондай Кореяда да солай пайда болған тамақ бар. Оның аты пудичиге. Пудичиге деген ол соғыс уақытынан кейін американдық әскерлер келеді ғой. Әскерлер өздерімен бірге консервалық тағамдарды сол банкаларда алып келеді.
содан енді америкалықтармен спэм да келеді, мысалы хэм да. Сол тағамның ерекшелігі қатты аштық болғандықтан тоңазытқышта енді не бар? Кимчи бар, раменның кеспесі бар, консервадағы жаңағы спэм, шұжықтар. Соның бәрін қосқанда содан тамақ пісірген ғой. Пудичиги деп аталады сол. Сорпа емес па? Сорпа, иә, сорпа, чиге. Сол сорпа. Біз оны көп адам жей алмайды енді, егер шошқа жемейтін болсаңыз. Сондай сол тамақтың шығуы америкалық солдаттардың келуінің арқасында пайда болған екен. Сол тамақ болмағанда қатты аштықтан енді содан бір нәрсе істеу керек болды енді. Кимчи, кеспе, сосын жаңағы хэм, спэм немесе жаңағыдай шұжықтар. Содан жасалған. Қателеспесем, кәрістердің жаңағы ит жейтін былай айтқанда салт дәстүрі сол ашаршылықтан пайда болған жоқ па? Оны нақты білмеймін, бірақ қазіргі таңда базарларға барған кезде мен көрдім иттің етін сатып жатқанын. Бірақ қатты енді қазіргі таңда мемлекет оны заңсыз деп танып жатыр. Заңсыз болғандықтан адамдарға енді оны істемеуге заңмен қысып жатыр да. Сол иттің етін сататын адамдарға енді ферма сияқты ғой енді ол да. Сол себепті. Бірақ алдында мысалы дөп сөзге ағаным Санако деген кореятанушы, ол да Соганда оқыған. Сол кісі де айтқан болатын, қазіргі таңда мемлекет олардың бизнесін алмастыратын басқа жаңа мүмкіндіктерді қарастырып көмектесіп субсидия беріп жатыр дейді. Иә. Ал енді нақты иттің етін не үшін жеді, оны мен шынымды айтсам біз зерттеп қарастырмаған екенбіз. Бірақ бәлкім ашаршылықтың да әсер еткен шығар деп ойлаймыз. Көреміз енді. Қазір мен үйге барған соң міндетті түрде тексеріп қарап шығамын. Бірақ өте қызық шынымен де. Солай. Сен айта берейін. айтар. Жалпы тағы бір байқаған қызығым, кәрістер мен жапондықтардың түрлерінің айырмашылығы. Жалпы Шығыс Азия мемлекеттерінде болып көрмесеңіз, көп адамдар түрлері бірдей ғой деп айта салады да. Расистік сөз ол негізі. Иә, негізі. Бірақ жалпы сол мемлекеттерде көп тұра берсеңіз, сол адамдармен, сол халықпен араласа берсеңіз, айырмашылықтар байқалып бастайды. Сол қызық болды да, себебі тарихи жағынан қарасаң, әртүрлі ресурстарда, кітаптарда айтылады, Орта Азияның түріктері, кәріс жапондықтар бәрі бір солтүстік Сибирия жақтан келген дейді. Ал қытайлар олар бөлек, Қытайдағы Сарыөзен дей ма? Сол жақта мекен етіп, сол жақта өздерінің былай айтқанда мемлекеттерін, цивилизациясын құрып бастаған бұрыннан бастап. Сол ойланып көрдім. Бәріміз бір жерден келген болсақ та, кейін түрлеріміз қатты өзгеріп кетті. Енді Орта Азия мемлекеттері түсінікті, кейін әртүрлі ұлттармен, жаңағы сактармен, массагеттермен, парсы мемлекеттермен, европалықтармен араласып, қазіргі Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан құрылған. Бірақ Жапония неге бөлек аралда тұрып, Кореядан былай айтқанда айырмашылығы бар деген сұрақ болды өзімде. Сол Жапонияда жүріп, социология дейтін сабақты алдым. Сол кезде біз Жапониядағы minority дейді, сол ұлттарды, әртүрлі ұлттарды қарап бастадық. Себебі бірнеше ғасырлар бойы Жапония негізі жабық мемлекет болған. Ешкімді өзіне кіргізбеген, ешкім шығармаған. Қайдан келді деген сондай қызық сұрақ пайда болды өзімде. Бірақ жапондықтар, біз білетін, Жапонияға келмей тұрып, аралына келмей тұрып, ол жерде басқа халық мекен еткен екен. Ол халықтың аты Айну. Айну, иә. Сол әртүрлі деректерге байланысты олар более андай кавказоидный бір сондай бет әлпеті болды дейді. Түркілер, иә, кішкене келеді. Солармен уақытылы араласып, біз білетін былай айтқанда жапондықтар соларды күштеп басып алады аралдарын. Кешірім сұрайды ғой, кешірім сұраған сияқты олар, бірақ та енді әлі де 500-ден аз дейді ғой адам саны. Иә, жоқ деуге де болады біз районда. Тілдері де жоқ, ешқандай жазбалары да қалмаған. Сол себепті ешкім нақты айта алмайды.
сол. Әлі де жаңа айну тілін үйреніп жүрген, жаңа тырысып соны сақтауға тырысып жүрген адамдар бар деп айтады, бірақ олар өте тым аз. Жапония енді өте қатты саясат жүргізді. Саясаты өте қатты болды басқа жаңа этникалық топтарға деген. Әсіресе тек айнумен қатар мысалы ол жерде тұратын корейлер де бар. Оларды зайничи корейліктер деп атайды. Олар да көп қысым көріп, әлі күнге дейін көріп жатыр деп естиміз, өйткені зайничи корейлықтармен сөйлескенде болатынбыз. Енді мысалы олар туралы білгілеріңіз келсе, сізге қызық болса, пачинко деген Apple'дың түсірген не бар, сериал бар, соны көрсеңіздер болады. Оған қоса дәл осы ТВ сериясы бір желісімен түсірілген кітап бар, сол кітапты оқысаңыздар болады, пачинко. Көп жағдайда енді зайничи деген қандай мағынаны білдіреді, ол шетелдік дегенді білдіреді. Мысалы қандай нәрселерді көрген ол кісілер, олар бір жақсы жұмысқа орналасуға тыйым салынған, олар тек қана жапонша ғана сөйлеу керек, аттарын да жапон тіліне өзгерту керек деген сияқты. Оған қоса мысалы олар жұмыс берушілер ол кісілердің корейлік екенін білсе, оларға міндетті түрде мысалы бір деңгейге дейін көтерілуге болмайды. Яғни бір жұмыс бар, соны істей береді. Жаңа кәсіби даму жоқ. Өте қатты қиналады. Әсіресе мынандай ситуациялар болды ғой, хип-хоптың Корея толқынының даму барысында антикореялық толқындар болды Жапонияда. Әсіресе олар зайничи корейліктер тұратын аудандарға барып, сол жердегі нелерді сататын дүкендерді, ресторандарды, тамақ ішетін орындардың бәрін қиратқан кездерде болған. Солай. Сол себепті қаналып жатқан этникалық топтар өте көп негізі. Біз көп біле бермейміз осы зайничи кореялықтар туралы оқып бастаған кезде. Айну туралы естідім. Білген жоқпын, өйткені ондай адамдар бар екенін. Мен ойымда, түсінігімде Харуки Муракамидің кітабын оқыған адамым үшін Жапонияда тек жапондықтар ғана өмір сүреді деп ойлайсың, бірақ олай емес. Тіпті мысалы Қытайдың өзінде де этникалық топтар өте көп, біз білмейтін, сондай көбірек білу керек деп ойлаймын. Олардың да тарихы айтылу керек, қалып қоймау керек. Солай. Сондай саясаттар жүргізіледі. Иә. Бір халықтың, бір топтың астында сондай мемлекет құрамыз деген секілді. Езгісінде қалып қояды. Кезінде Сталиннің өзі де сөйткісі келді. Иә. Бір тіл, бір дін. Әсіресе қазіргі таңда қазақстандық пен қазақ деген ұғымның қатар қолданылуы, сол қатты мені ойландырады. Соны да What does it mean to be Kazakhstani деген кітапта да ол жазылған, жақсы оқысаңыздар болады. Диана Құдайбергеннің кітабы. Білмеймін, қанша уақытқа дейін ол кітапты ұсынатынымды білмеймін, бірақ мүмкіндігінше көбірек ұсынуға тырысамын. Сол нәрсе алаңдатады, өйткені мысалы бізде Қазақстанда 100-ден аса ұлт өкілдері тұрады дегенді айтады, бірақ олай емес. Бізде ұлт ол бір ұлт, қазақ ұлты, қалғандары этникалық топтар болып есептелінеді. Яғни мысалы Қазақстанда тұрып жатқан орыс та ол қазақ, бәрі қазақ болып есептеледі. Негізі солай болу керек еді, бірақ Кеңес одағындағы кто ты по нации деген сұрақты көп қояды, және сондай даралаушылық, әр этникалық топты даралаушылықтың кесірінен алауыздық тудырып, сол алауыздықты тудыру арқылы адамдарды билегісі келді. Солай биледі. Біздің Қазақстанда да кішкене бір соның жұрнақтары кездеседі. Оны мойындау керек. Солай. Қатты айтып қойдым ба? Сондай. Сол нәрсе болғандықтан адамдар бізде түсініксіз нәрсе қалыптасып кеткен. Әсіресе осы қазақстандық қазақ пен ұлтқа қатысты nationality, сен мысалы паспортындағы жазылып тұрған нәрсе, мысалы сен Қазақстаннан келгенсің, сен қазақстандықсың деген сияқты. Сол нәрсені кішкене бөліп жару немесе соны дұрыс түсінбейміз біздер, өйткені бізде дұрыс емес түсінік қалыптасып кеткен Кеңес одағынан бастап. Солай. Өйткені мысалы Кореяға келген кезде кореялықтар олар көкчок жаңағыдай сұрайды, сен қай елденсің? Қазақстан? Қазақстандық адам деп қабылдайды.
солай және бірақ оларда да мысалы минжок бар, ұлт жаңағыдай хан минжок, бір кореялық деген сияқты солай түсінік бар. Сол нәрсені кішкене дұрыс емес қалыптасып кеткен сияқты деп ойлаймын. Және алдағы уақытта ол да бізге қиындықтар тудыруы мүмкін. Өйткені мысалы сен жоқ біз бәріміз қазақ болуымыз керек деп айтатын болсаң, дәл сол сенің айтқан сөзіңе мысалы басқа этникалық топтар олар өздері азшылық болғандықтан, мысалы дүнгендерді алайық немесе ұйғырларды алайық, олар мысалы өздері азшылық болып тұрған кезде сен оларға сен осындайсың деп айтсаң, олар әрине өздерінің айдентикасын қатты қоруы мүмкін да. Сол кезде екі жаңағы этникалық топтың арасында алауыздық пайда болуы мүмкін. Сол нәрсе мені қатты алаңдатады. Сол себепті мысалы қазіргі таңда біз қазақша сөйле, қазақша істеу керек деген компанияларды жасағанның өзінде де кішкене сол жағында ойлауымыз керек. Өйткені ертең оның таяқтың екі ұшы бар, біреуі тиеді. Сол қатты мені алаңдатады. Солай. Сен неде Жапонияда оқыған кезде қай жерде оқыдың? Сен қанатбек нақтайды ма? Мен солай болып кеттім. Подкаст қонағы бар еді деп есімізге түсіріп кетсең да. Жоқ, негізі енді айтып тұрмын ғой, мен үшін подкаст ол екі адам бірдей деңгейде сөйлейді деген сияқты. Мысалы тек қана бір адам ғана сөйлемейді, талқы болу керек деп та мысалы. Солай үйренетін нәрсе әлі де көп. Білім қару. Білім керек, Бірақ та мынандай нәрсе да, мені ойландыратын тағы бір нәрсе ол, окей, сен білімді аласың, тырысасың, оқисың, білесің да, бірақ сен қандай көздерден оқып жатсың оны. Ол да маңызды. Өйткені мысалы Oriental деген кітап бар. Автордың қазір есіме түсіре алмай отырмын. Біз соны өттік. Әсіресе ол біздің мысалы азиялық елдерді Oriental жабайы ретінде мысалы сондай қылып қабылдайды. Сол нәрсені сол кітапты мысалы айтады да. Және что-то Қандай ресурстардан? Сол мысалы сол кітапты оқысаңыз, ол жерде андай түсінесің да, бұл расистік көзқараспен жазылған. Яғни сенде қандай көзден оқысаң да, ол көзді толықтай сенің ойын ретінде қабылдауға болмайды. Бәрібір де сен сұрақ қоюың керек, бәрібір де ойланатын жерлер өте көп. Сол себепті маған ұнайтын нәрсе ол сен бір тақырыпқа қатысты кітапты бірнеше көзден оқисың және өзіңнің ойыңды қалыптастырасың. Бірақ ол әрине дұрыс болады деген, ол ой дұрыс болуы мүмкін, болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін деген сияқты нәрсе ғой. Солай. Indeed. Солай. Сен Жапонияда неде оқыған кезде қай префектурада оқыдың дедің? Шизуока. Ол қай жерде? Токиодан кейін Йокохама деген Шизуока кетеді. Шизуокада Фуджи дейтін қала орналасқан. Фуджи тауына өте жақын. Өте әдемі. Алда сурет көрдім, қатты ұнады, күшті. Сол Фуджи қаласынан. Күшті. Фуджи сан қатты ұнайды маған. Қатты барғым келеді. Сол бір өкінетін, сол Фуджиға шықпағаным. Шығу керек. Бірақ өкінбе, тағы да жол түседі деген сөз. Фуджиға шығу үшін. Тауда, Кореяда тауға шықтың да? Апта сайын шығып тұруға тырысам. Күшті. Қандай тауға шықтың? Қазіргі уақытта ең биік көтерілген тауым Пхукансан шығар. Бірақ жаңағы қаланың аты шығыс-жақта орналасқан. Какао туғып жүр ғой сол кезде. Какао мен байқамаймын. Сокчо бардың ба? Сол бару керек. Сол жақта қателеспесем ең биік тау да. Қателеспесем бір 12 сағат көтерілесің. Сол 12 сағаттай түсесің. Жалпы мысалы бар ғой, Кореяда андай cultural shock деп айтады, мен соны мәдени таңданыстар деп алдым да. Мысалы сені сондай таңғалдырған, сені немесе біртүрлі сезім сыйлаған сондай бір болды ма бір оқиға, мысалы қатты ұялған, мысалы. Кореяда ма? Менің жағдайымда кішкене керісінше сияқты. Жаңағы әлі ұялам, кореец тілін толықтай білмейтін. Мысалға жаңада байқасаң, осы бөлмеге кірердің кезінде стаф бірінші маған қарап кореецше сөйледі.
соны мен үндемей тұрған соң соны саған қарап сөзді жалғастырып басады. Мгм. Дәл сондай бірінші рет қайталанды. Жаңағы өзбек достарыммен бірге жүремін. Жаңағы жұмыскерлер маған қарайды да маған кәрісше сөйлейді. Мен бажырайып беттеріне қарап тұрамын. Дым демей, сосын андай ашуланып тұрғанын байқайсың да. Сосын өзбек достар босып кетеді кәрісше сөйлеп. Өзбектер жақсы сөйлейді негізі, иә. Андай көпшілігі, иә. Көпшілігі, иә. Дәл сондай негізі Жапонияда да болды. Жаңағы неміс достарыммен жүрдім. Жаңағы дүкендерге затара кіреміз. Барады да жапонша сразу менімен сөйлесіп бастайды. Беттеріне қараймын, симимасан, нихонго варимасан дейсің. Сосын деп, сол жаңағы неміс досым аз-маз білетін, сол сөйлесіп бастайды. Сенген ғой, сен болсаң деп отыратын шығар адамдар. Шынымен де, өйткені көп жағдайда қазақтардың түріне қарасаң, олар корейліктерге ұқсайды. Өйткені енді азиялық болғандықтан. Бірақ мысалы менің түрім корейліктерге ұқсамайды. Маған мысалы кейде айтады, таксиге мінген кезде, немесе мұғалімдердің де айтқан, сіз кореянсыз ба, біз сізді кореян деп ойладық дейді. Немесе таксист айтқан, ой, түріңіз бізге ұқсайды, аузыңызды ашқан кезде басқа тілде сөйлеген кезде не шетелдік екеніңізді сол кезде түсіндік дейді. Мен ойламаймын, мысалы мен корейліктерге ұқсамаймын мысалы. Ұқсамайсың. Мүлдем. Өйткені андай қалай қазақтардың өздері де өте түрлі да. Бізде андай мынау стандартты қазақ деген бізде түр жоқ. Сол себепті бізде мысалы адамдар болады, мысалы жапондықтарға ұқсауы мүмкін, корейліктерге ұқсауы мүмкін, немесе еуропалықтарға да ұқсайтын қазақтар да бар, сары қазақтар мысалы. Сондай түрлі болғандықтан өте қызық diversity. Жаңағы руларға да байланысты ғой. Мысалға, қателеспесем, осы найман, керей рулары моңғолдардың тайпалары дейді да. Кейін Қазақстанға қосылып қазақ болып кеткен дейді. Мысалға, шынымен көбінесе сондай рудағы қазақтарды қарасаң, Шығыс Азия мемлекеттің атақтарына ұқсайды. Осы бір жерден оқыдым, кіші жүз руларында көбінің ата нелері, гаплологиялық нелерін қарасаң, ДНК-сын қарасаң, оларда жаңағы моңғол тайпаларына қатысы бар деп айтады. Бірақ нақты білмеймін, бұны Жақсылық Сәбитов айтқан секілді, тарихшы. Өте қызық негізі руға қатысты. Және мысалы қызықсаңыздар, Жақсылық Сәбитовты оқып, ол кісі Радик Темірғалиевтің руларға қатысты кітабы бар. Мен ылғи руларға қатысты кітаптарда өзімнің руымды қараймын. Бірақ біздің ру кішкентай бір параграфпен шығады. Өзінің ішінен бір зерттейтін адам керек сияқты. Енді өйткені мен байқайтыным, тарихшылар әрдайым көрпені өздерінің руларына қарай тартады ғой, енді бәрібір. Көп жағдайда. Бәрі емес, бірақ көпшілік солай істейтін кәдімгідей кәсіби тарихшылардан да естідік. Сол ДНК тест тапсырғым жүр соңғы кезде сол үшін. Қызық, иә? Шынымен де рас айтады деп ойлайсың ба? Бәрібір 100% болатын ештеңе жоқ қой. Бірақ былай айтқанда жалпылама болса да кішкене қызық та. Қандай ДНК-лардың араласқандығы бар деген сияқты. Андай пайыздық мөлшер емес. Diversity қызық болып тұрды. Мысалға, обидно болады, егер там 70-30 түрік пен моңғол болып шықса, қызық емес та. Қайда қазақтығым деші? Андай бір кішкене Орта Азия, түркі, моңғол, жаңағы фин деген сияқты сонда аралас болса кішкене қызық. Кейбір қазақтарда байқағаным, жаңағы Native Americans'тың сондай DNA-ларымен кішкене сәйкестігі бар деп сөйтіп шығарады да солай. Жаңағы ДНК компаниялары. Олар нақты айтпайды. Просто сенің қанындағы жаңағы белгілі бір жері жаңағы Native Americans'тардың тапсырғанымен сәйкес келіп тұр. Так что, скорее всего, сенің бір ұрпақтарың бірге болды. Сондай тұжырым сұрапты. Иә, қызық. Солай. Онда осындай атмосферада біздің подкастты аяқтайық. Сіздермен болған Торғын. Және Қанатбек. Бір кесе шай подкастын тыңдағандарыңызға көп рахмет. Көріскенше күн жақсы. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.